Seen a lot of change, been through a lot of pain. Диана Скатова сырғалым атанды. Сүйінші, құрметті көрермендер. Біздің сүйікті тележүргізушіміз Диана Скатова сырғалым атанды. Сырға салу рәсімі жоғары деңгейде өтті. Сұлтанның анасы, жеңгелері мен қарындастары Дианаға арнап түрлі сыйлықтар алып келді. Құдаларды қарсы алу рәсімі ерекше құрметпен өтті. Диананың туыстары олардың алдынан шашу шашып ілтипатпен күтіп алды. Екі жақтың құдалары құшақтасып амандасқан соң, қонақтар үшін есік ашылып, олар арнайы жайылған дастархан басына жайғасты. Сұлтанның отбасы болашақ келіндерін көріп, көрімдігін беріп, содан кейін құлағына сырға салу рәсімін орындады. Көптен күткен қуанышты сәт. Диана қызымыз енді ресми түрде сырғалым атанды. Рәсімнен кейін арнайы құдалық дастарханы жайылып, екі жақтың туыстары ұлттық тағамдардан дәм татты. Желі қолданушылар мен көрермендер Диана мен Сұлтанға ақ тілектерін білдіріп, құттықтауларын жаудырды. Бұл басқосуда екі жақтың үлкендері баталарын беріп, жастарға ақ жол тіледі. Сонымен қатар құдалықтың шарттары бекітіліп, қалыңмал мөлшері, үйлену тойының мерзімі және басқа да маңызды мәселелер талқыланды. Естеріңізге сала кетейік, танымал Қосылайық жобасының тележүргізушісі Диана Скатова Сұлтанға тұрмысқа шықпақ. Бұған дейін олардың тәтті шай рәсімі де жоғары деңгейде өткен болатын. Алайда қос ғашық махаббат хикаяларын көпшілікке жария етпей келген еді. Кейіннен Сұлтанның қарындастары бұл қуанышты жаңалықты TikTok әлеуметтік желісінде бөліскеннен кейін Диана мен Сұлтан ресми түрде бірге екендерін жариялаған болатын. Диана қызымыз бен Сұлтан бақытты болсын. Жас жұбайларға баянды бақыт тілейміз.